Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен Нұралы ағайларыңыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз механикалық энергия. Ал ендеше сабағымызды бастаймыз. Кеттік. Жалпы біздің механикалық энергия дегеніміз дененің қозғалысы мен орналасуына байланысты болатын энергия. Яғни мысалға келтіретін болсақ, бізде бір дене бар деп қарастырайық. Бір дене бар. Міне осы дене жылдамдықпен қозғалады. Осы кезде бізде энергия пайда болады. Жылдамдықпен қозғалып жатыр деп елестететін болсақ, бізде энергия пайда болады. Жалпы осы. Енді бізде жалпы механикалық энергия екіге бөлінеді: кинетикалық энергия және де потенциалды энергия болып. Ең алдымен біз кинетикалық энергияны түсіндіре кетейік. Кинетикалық энергия дегеніміз ол бізде дененің қозғалысына байланысты энергия. Жаңағы денеміз бір шарды алатын болсақ, шарымыз қозғалады белгілі бір массада. Міне осы кезде бізде осы энергия пайда болады. Мысалға, жаңағы жүгіріп келе жатқан адам, қозғалып бара жатқан машина деген сияқты, ұшып бара жатқан доп деген сияқты. Біз формуласына келетін болсақ, формуласы E кинетикамыз тең болады mf квадрат бөлінген 2. Мінекей осы формуламен анықталатын болады. Мынау бізде дененің массасы, дененің жылдамдығы және де 2-ге бөлінгенге тең. Енді бізде келесі энергиямыз, ол бізде потенциалды энергия. Потенциалды энергия дегеніміз ол бізде айтып отқанымыз дененің жерге қатысты биіктігіне немесе созылып сызылған күйіне байланысты энергия. Міне жерге қатысты биіктігі және де созылып сығылған күйіне байланысты энергия. Мысал ретінде алайық. Мысал ретінде біз бір биіктікте, белгілі бір биіктікте, ыңғайсыз екен, белгілі бір биіктікте деп алайық. Осындай бір биіктікте затымыз тұр. Бұл биіктік h, m, және де бізде астыға қарай тартатын g бар. Әрқайсысына анықтама бере кетейік. Жалпы олар не нәрсе? Жалпы бізде m дегеніміз ол бізде дененің массасы, h дегеніміз дененің орналасқан биіктігі, және g дегеніміз еркін құлау, еркін түсу үдеуі дейміз. Жаңағы 10 метр секунд квадрат немесе 9-8 метр секунд квадрат деп аламыз. Жаңағы екінші нәрсеміз сығылған күйіне байланысты дейді. Ол бізде мысал ретінде алатын болсақ, осындай бір жерде пружина бар деп елестетейік. Мына бір затымыз, осы затымызды былай қарай тартамыз. Сол кезде бізде ол белгілі бір x дельта x қашықтық жүреді, және де бұл пружинамыздың белгілі бір k коэффициенті бар. Міне осыдан бізде тоже потенциалды энергия пайда болады. Ендігі қараңыздар, формуласына келетін болсақ, мынаның бәрін өшірейік бізде. Мынаның бәрі бізге керек емес. Енді формуласын айта кетейік. Формуласы және потенциалымыз тең болады mgh. Міне бұл мына жағдайда қарастырады. Жаңағы біздің пружинамызды қарастыратын болсақ, бізде ол k дельта x-тің квадраты бөлінген 2. Міне осы екі формула. Дұрыс жазылмаса мына жаққа жаза салайық. k дельта x-тің квадраты бөлінген 2. Міне осы екі формуланы қамтитын болады бізде потенциалды энергиямыз. Жалпы осы. Енді біз есепті шығарайық. Бірінші есебіміз
Бізде масса берілген. Массамыз берілген. Кешіріңіздер. Массамыз берілген. Одан кейін бізде жылдамдық берілген. Енді бізде тап деген дененің кинетикалық энергиясын. Бізде кинетикалық энергиямыз тең болады mv квадрат бөлінген 2. Кетіп шығарамыз. 2 килограмм көбейтеміз оны 3-тің квадратына бөлеміз 2. 2 мен 2 кетеді. 3-тің квадраты бізде 9. Және де бізде энергияның өлшем бірлігі білесіздер джоуль. Енді келесі есебімізге келейік. Келесі есебімізде бізде не дейді? Келесі есебіміз массасы дейді 4 килограмм. H биіктікте орналасқан, осында 5 метр. Дененің потенциалды энергиясы. Дененің потенциалды энергиясы тең болады mgh. Яғни тең 4 көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 5-ге. Шығады екен 200 джоуль. Жауабы осы. Өте оңай. Енді соңғы үшінші заключительный есебіміз. Бізде массасы 1 килограмм дене, H 10 метр биіктіктен V 4 метр секунд жылдамдықпен түсіп келеді. Оның толық механикалық энергиясы. Міне, толық механикалық энергия. Толығымыз тең болады кинетика қосылған потенциал. Міне, осы бізге керек. Керек нәрсеміз осы. Енді біз екі энергияны тауып, бір-біріне қосып керекпіз. Дұрыс па? Енді кетіп табайық. Басқа тұсалайын. Көк тұсалайын. Толығымыз тең болады. Кинетика дегеніміз mv квадрат бөлінген 2 қосылған потенциалымыз mgh. Бізде массамыз 1. Енді есептеп шығарайық. Массамыз 1-ге тең. V квадратымыз бізде 16. 16-ны 2-ге бөліп тастасаң бізде қанша болады? 8 қосамыз. mgh бізде массамыз 1-ге тең. Көбейтеміз 10-ға, 10 болады. Нежеден 100 шығады. 2-ні қоссақ бізде толық энергиямыз 108 джоуль болады екен. Мінекей, біздің толық энергиямыз осыған тең. Жалпы осы бізде энергия. Толық энергия, механикалық энергия. Механикалық энергия бізде 2-ге бөлінеді. Кинетика, потенциал болып. Кинетика дегеніміз дененің жылдамдығына, ал потенциал дегеніміз дене биіктігіне, орналасқан жеріне, немесе жаңағы серіппеге байланысты қылып алсақ болады. Жалпы бізде осындай тақырып өте оңай. Соңында айтқым келетіні, әдеттегідей Абай Құнанбайұлы атамыздың сөзімен аяқтағым келеді. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та барқылан деп. Ал ендеше сау болыңыздар, құрметті оқушылар. Сіздермен болған Нұралы ағайларыңыз, Таңсыққұмар ағайларыңыз. Таңсыққұмармен бірге таңдана физика оқимыз.